Бар жоғы бір ғана жұмыртқадан 20 минутта пісіп дайын болатын, өте жұмсақ болып пісетін кекстің рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен құрғақ өнімдерімізді бір ыдысқа араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткіземіз. Одан кейін үстінен шым-шым тұзымызды саламыз. Артынша қантымызды қосамыз. Қопсытқышымызды саламыз, 1 шай қасық. Және жарты шай қасық ас содасын қоссаңыздар болады. Құрғақ өнімдерімізді енді араластырып аламыз. Ары қарай бөлек ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Және сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтық пайда болады. Ары қарай бізде сұйықтықтың үстінен құрғақ өнімдерді емес, керісінше құрғақ өнімдердің үстінен сұйықтықты құятын боламыз. Және венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай да миксерді қажет етпейді. Алдын ала пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Оларды енді осындай силикон формаларға құйып шығамыз. Қатты толтырмайсыздар. Жартыдан асырып 2 ас қасықтан құйсаңыздар болады. Енді бізде міне 12 форма бар, содан құйып болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге салып, өзі ісіп көтеріледі, бүп-биік болып не қараңыздар. Уже пісіп дайын болады 20 минутта. Міне бізде кексіміз дайын болды. Оны тек алып, суығаннан кейін формасынан шығарасыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған сандуғаш барлықтарыңызға ас болсын.